Баламен қалай тіл табысуға болады? Ең алдымен балаңыздың қандай екенін анықтауымыз керек. Ол аудиал болу мүмкін, ол визуал болу мүмкін, не болмаса кинестетик болу мүмкін. Аудиал болса, ол сөзге шебер, сөз шебері болады. Аудиал балалар информацияны дыбыс арқылы қабылдайды, визуал балалар информацияны көру арқылы қабылдайды. Визуал балалардан теоретиктер, эстетиктер өз идеалын қалыптастыратын балалар шығады. Кинестетик балалар көбінесе еркелеткенді, сүйгенді, құшақтағанды, яғни прикосновениені көп қажет етеді. Кинестетик балаларға тыйым сөзді айтудың қажеті жоқ, олар оны түсінбейді. Дұрысы, оларға өтінішіңізді қолын қысу арқылы білдіресіз.